Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге математика 2-ші сынып 21-ші сабақты зерттейтін боламыз. Ал ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақшасыз өрнектер және олардың мәнін тиімді тәсілмен есептеу. Ал ендеше бірінші зерттеу сабағына назар аударайық. Өрнекті оқы дейді. Осы өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады? Бұл өрнектерді екі топқа бөлеміз: әріпті өрнек және санды өрнек. Ендеше А қосылған 56. Бұл бізде әріп бар болғандықтан, бұны біз әріпті өрнекке жазамыз. Келесі 100 азайтылған 21. Бұл жерде тек қана сандар, сол себепті оны біз санды өрнектерге жазамыз. Келесі Б азайтылған 39. Ол бізде әріпті өрнекке жатады. Одан кейін 15 қосылған 26. Ол бізде тек қана сандардың құрамынан тұрғандықтан, біз оны санды өрнектердің астына жазамыз. Келесі соңғысы 47 азайтылған К. Оны біз әріп бар болғандықтан әріпті өрнектердің астына жазамыз. Екінші тапсырма: әр бағандағы қосындыларды салыстыр. Қосындылардың мәнін тап. Әр бағандағы қосындылардың мәндерін салыстыр, не байқадың, қорытынды жаса. Ендеше бірінші бағанға назар аударайық. 7 қосу 9 тең болады 16. Ал бұны енді керісінше жазып көрейік. 9 қосу 7 тең болады 16. Ал олай болса, қорытынды жасасақ, қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Демек 16 тең 16. Екінші бағанға қараймыз. 40 қосылған 5 тең болады 45. 5 қосылған 40 тең болады 45. Демек бұл жерде де қосылғыштардың орындары ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. 45 тең 45. Үшінші бағанға қараймыз. 83 қосылған 7 тең болады 90. Керісінше жазып көрейік. 7 қосу 83 тең болады 90. Демек 90 тең 90. Соңғы төртінші баған. 56 қосу 38 тең болады 94. Керісінше жазып көрейік. 38 қосу 56 тең болады 94. Демек бұл жерде де 94 тең 94. Демек оқушылар, есімізге сақтап аламыз. Қосылғыштардың орындары ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Үшінші тапсырмада қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып есепте. Ең алдымен төменде берілген сұрақтарға жауап бере кетейік. Жақшасыз өрнектердегі амалдар қандай ретпен орындалады? Бұндай жағдайда өрнектің басынан бастап соңына қарай ретпен орындауға болады. Ал ендеше бірінші есепке назар аударайық. 28 қосу 40 қосылған 2. Енді бізге айтып тұр: ауыстырымдылық қасиетін пайдалан. Ауыстырымдылық қасиеті дегеніміз өрнекті тиімді жолмен шығарып ауыстырып орындайық. Демек 28-ге 2-ні қосқан бізге тиімдірек болады. Оның жауабы 30 болады. Демек жазамыз: 28 қосу 2 және қосу 40 тең 30 қосу 40 тең 70. 30-ға 40 қоссақ 70 болады. Келесі есепке қараймыз. 70 қосылған 15 қосу 10. Бұл жерде әрине 70-ге 10-ды қосқан тиімдірек болады. 70 қосылған 10 қосу 15 тең 80 қосылған 15 тең болады 95. Келесі 34 қосу 50 қосу 6. Бұл жерде біз 34-ке 6-ны қосқан тиімдірек болады. Ендеше жазамыз: 34 қосу 6 қосылған 50 тең 34-ке 6-ны қоссақ 40 болады. 40-қа 50-ді қосамыз, тең болады 90. Келесі есеп: 20 қосылған 64 қосу 10 тең, бізге тиімдірегі 20-ға 10-ды қоссақ тиімді болады. Демек жазамыз: 20 қосылған 10 қосылған 64 тең, жаңағы 20-ға 10-ды қоссақ 30, оған қосамыз 64-ті, тең 94 болады жауабы. Төртінші тапсырма: теңдеулерді шеш. Ең бірінші теңдеуде 28 азайтылған x тең болады 13. X-ті табу үшін біз x тең 28 азайтылған 13 деп жазамыз. X-тің мәні 15-ге тең болады.
Демек, тексереміз. 28 азайтылған x-тің орнына 15-ті жазамыз. x-тің мәні шыққан тең болады 13. Демек, x-нің екі жағы да жаңағы 13-ке тең болып тұр. Сол себепті 13 тең 13. Келесі теңдеу 18 қосылған x тең болады 45. X-ті табу үшін 45-тен 18-ті азайтамыз. x тең x-тің мәні 27. Тексереміз. 18 қосылған x-тің орнына 27 жазылады. 18 қосу 27 тең болады 45. Екі жағы да 45 шығып тұр. Сол себепті 45 тең 45. Келесі теңдеу x азайтылған 35 тең болады 27. X-ті табамыз. X-тен 27 қосу 35. X-тің мәні 62 болады. Тексереміз. 62 азайту 35 тең болады 27. Екі жағы да тең 27 тең 27. Бесінші тапсырма сөз есеп. Тыңдаймыз. Асқар 100 теңгеге сызғыш және 35 теңгеге қалам сатып алды. Сызғыш қаламға қарағанда қанша теңгеге қымбат? Ал ендеше берілгеніне жазамыз. Сызғыш 100 теңге, қалам 35 теңге. Сызғыш қаламға қарағанда неше теңгеге қымбат екен жақша сыртына сұрақ белгісін қойып қоямыз. Шешуі 100 азайту 35 тең болады 65. Жауабы 65 теңгеге қымбат. Ал енді осы есепке кері есеп құрастырамыз балалар. Олай болса, сызғыштың бағасы 100 теңге, ал қалам мен сызғыштың бағасы 135 теңге шықты. Сонда қаламның бағасы қанша теңге деп сұрақ қоямыз. Ал енді шешуінде қаламның бағасын табу үшін 135-тен сызғыштың бағасын азайтамыз 100 теңге. Демек, тең болады 35 теңге. Жауабы қаламның бағасы 35 теңге. Асқар қаламды 35 теңгеге сатып алды. 6-шы тапсырмада суреттегі диаграммаға қарап, неше оқушыға қандай ойын түрі ұнайтынын айтып бер. Ең бірінші ойын түрі шахмат, жасыл түспен белгіленген. Демек, жасыл сызық қай санға дейін жеткенін қараймыз. 6 санына сәйкес, демек, шахмат ойынын 6 оқушы ойнайды. Келесі рубрик текшесі қызыл сызық. Қызыл сызық бізде 4 санына сәйкес келіп тұр. Демек, рубрик текшесін 4 ойыншы ойнайды. Келесі дойбы көк сызық. Қараймыз. Көк сызық бізде 8 санына сәйкес келіп тұр. Демек, дойбыны 8 оқушы ойнайды. Келесі жұмбақ жасыру сары түсті. Ол бізде 10 санына сәйкес келіп тұр. Демек, жұмбақ жасыруды 10 оқушы ойнайды. Ал ендеше төмендегі сұраққа назар аударайық. Шахмат пен дойбы неше оқушыға ұнайды? Шахмат пен дойбы неше оқушыға ұнайтынын анықтау үшін біз 6-ға 8-ді қосамыз. Тең болады 14. Демек, шахмат пен дойбы 14 оқушыға ұнайды. Келесі сұрақ. Дойбы мен жұмбақ жасыру неше оқушыға ұнайды? Қараймыз. 8 қосылған 10. Дойбыны 8 оқушы, жұмбақ жасыруды 10 оқушы ұнатады. Ал осының барлығын қосқанда 18. Демек, дойбы мен жұмбақ жасыруды 18 оқушы ұнатады. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып есепте. 40 қосу 38 қосу 20. Ең алдымен жақша ішіне 40 қосуған 20 болады. Одан кейін оған 38-ді қосамыз. Демек, 40 қосу 20 тең болады 60. Оған қосамыз 38-ді, тең болады 98. Келесі өрнекте бірінші 35-ке 15-ді қосып аламын. Болады 50. Оған қосамын 20-ны, тең болады 70. Келесі өрнекте 63 қосылған 30 қосу 7. Жақша ішіне ең алдымен 63-ке 7-ні қосамын. 70 болады. 70-ке 30-ды қосамын, тең болады 100. Келесі өрнекте 40 қосылған 25 қосу 20. Тең жақша ішіне 40-қа 20-ны қосып аламын. 60 болады. 60-қа 25-ті қосып аламын. 60 қосылған 25 тең болады 85. Келесі өрнекте 17 қосылған 26 қосылған 54. Тең жақша ішіне 26-ға 54-ті қосамын. Тең болады 80. 80-ге 17-ні қосамын. Тең болады 97.
Келесі өрнекте 48 қосылған 15 қосу 32. Жақша ішіне 48-ге 32-ні қосамын. Одан шыққан санға 15-ті қосамын. 80 қосу 15, демектен болады 95. 8-ші тапсырмада ребустарды шеш. Ең бірінші бізге 2 бірдей 3 бұрыш беріліп тұр, жауабы 80 болып тұр. Сол себепті 3 бұрыш екеуі бірдей болғандықтан біз 80-ді 2-ге бөлеміз. Тең болады 40. Демек 3 бұрыштар біздің 40-қа тең. Ал келесі төменде бізге сары дөңгелек белгісіз көрсетілген, оған қосылған 3 бұрыш. Және жауабы 90-ға тең болып тұр. Біз 3 бұрышты 40 екенін таптық, оған 40 деп жазамыз. Ал дөңгелекті мәнін табу үшін жауапта жазылған 90-нан 40-ты азайтамыз. Тең болады 50. Демек сары дөңгелектердің мәні 50 болады. Келесі 50, сары дөңгелектердің мәні 50 болғандықтан 50 деп жазамыз. Азайту 3 бұрыштың мәні бізде 40-қа тең. Демек 50 азайту 40 тең болады 10. Ал келесі бізде шаршы берілген. 2 бірдей шаршының жауабы 60-қа тең болып тұр. Оның жауабын білу үшін біз 60-ты 2-ге бөлеміз. Тең 30. Демек шаршының мәні 30 болады. Төменде 3 бұрыш бізде 40. Ал оған қосылған шаршыны жаңа анықтадық 30, 40 қосу 30 тең болады 70. Келесі оның астында 40 азайтылған 30, яғни 3 бұрыштан шаршыны азайтамыз. Тең болады 10. Осымен сабағымыз аяқталды. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп қолдап кеттіңіздер. Алдағы уақытта тағы да есептер болады.